Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Тшоры каналы. Әрбір адам ұйқы кезінде қызықты және мағыналы түстер көреді. Көптеген адамдар оның көмегімен болашақта болатын оқиғаларды білуге болатынын сенеді. Бүгінгі шығарылымыз әртүрлі тақырыпта болмақ. Адасып кету. Егер түсіңізде адасып кетсеңіз, ол шынайы өмірде шешілмеген мәселелердің бар екендігін және өзіңізге деген сенімділіктің төмендігін білдіреді. Орманда адассаңыз, өміріңіздегі қиын жағдайдан қалай шығу керектігін білмейсіз. Ағаш. Жас жапырақтары бар ағашты көрген жағдайда барлық жоспарлар мен армандарыңыз орындалады. Ағашқа өрмелеу. Қызметте жоғарылауыңыздың белгісі. Ағаштың астында отыру сізге жақын уақытта көптен күткен хабар келеді деген сөз. Ал өлі ағаштар қайғының белгісі. Ажырасу. Түсінде күйеуіңізбен ажырасу достардың арасында қиындықтар туындағанын білдіреді. Егер бұл түсті жас қыз көрсе, жақын арада жігітіңіз көзіңізге шөп салуы мүмкін. Түсінде айнаны көру, жақын арада шешілмейтін кедергілер пайда болады. Сынған айнаны көру, жақын адамның қайтыс болуы мүмкін. Айнадан адамдарды көрсеңіз, олар болашақта сізге әділетсіздік әрекеттер жасайды. Ақ зат. Жақсы белгі. Мұндай түсті кейін адамның өмірі жақсарады. Ақ киімді болсаңыз, жақсы хабар күтіңіз. Ақ тістер мықты денсаулық, жарқын болашақ, ал ақ түсті гүлдер келіншекке орын алатын жамандықты болжайды. Тыныш суда жүзіп келе жатқан аққу келешекте болатын жанға жайлы оқиғалар туралы айтады. Егер сіз түсіңізде өлген аққуды көрсеңіз, сізді өкініш пен ыза күтіп тұр. Ақша тауып алсаңыз, өміріңізде жағымды өзгерістер болады. Біреуге ақша төлеу сәтсіздіктің белгісі. Ақшаны жоғалтып алу жұмыста қиыншылықтар пайда болатынын білдіреді. Ақша ұрласаңыз, сізге қауіп төніп тұр. Сондықтан өз әрекетіңізді мұқият болуыңыз қажет. Піскен алма. Ағаштан көру жақын болашақта болжайды. Алманы жеу жаман түске жатады, ол сәтсіздікті көрсетеді. Алтын. Бұл асыл тасты көрсеңіз, жоспарлаған мақсатыңызға жетесіз. Сізді байлық және сәттілік күтіп тұр деген сөз. Егер біреу алтын сыйласа, бай жігітке тұрмысқа шығасыз. Арақ. Түсіңізде арақ ішсеңіз, жақын арада достарыңызбен отырыс жасап, ақшаны ысыраптайсыз және уақытыңызды босқа өткізесіз. Арыстан. Егер қыз арыстан көрсе, ол өз ғашығын табады. Арыстанды бағындырса, кез келген іске жеңімпаз боласыз. Арыстанның терісі бақыт пен байлықты білдіреді. Ата-ана. Шынайы өмірде қайтыс болған ата-ананы көру сәтсіздікті болжайды. Қызметте абай болуыңыз жөн. Ал тірі ата-ана керісінше жағымды өзгерістер туралы айтады. Егер тірі әкеңіз түсіңізде қайтыс болса, уайымдамаңыз. Жағымсыз сезімге қарамастан, ол ұзақ және бақытты өмір сүреді. Әке-шешеңіз жылап жатса, өміріңізде сәтсіздіктер орын алады. Егер сізге ұрсса, сүйіктіңіз арасында болатын жанжал. Аюды көру үлкен бәсекелестіктің белгісі. Түсіңізде аюды өлтіру қиын жағдайдан шығатын әдісті табасыз. Аяқ киім жыртық болса, жаңа дұшпандар пайда болады. Жаңа аяқ киім үлкен пайда бар өзгерістер болатын болжайды. Қара аяқ киім көрсеңіз, істеріңіз сәтті жүреді.